Бұлдыр күн өткен, бұрынғыдан кім өткен деп басталатын Абайдың әжесі Зеренің ұлағатты әңгімелерінің бірі. Әже, кәрі әже деймін. Ұлым, бірдеңе дедің бе? Үйге бір топ атлы кісі келді. Ішінде қу тілді сар жігіт бар екен. Мені көрген кезде, на Шаншардың жиенін әкесі жоқты жақсылап қамшылап олайын ба деді. Мені жек көріп тұр. Анамнан сайын десем қонақтан қолы босар емес. Менің нағашымның есімі Тұрпан емес пе? Ендеше мына сар шатақ неге мені Шаншардың жиені деп жек көріп тұр? Бәрекелді құлыным, жет атасын тануға жарапты. Телғара ақылды құлыным менің. Құлыным, сенің анаң орта жүз қаракесектен тарайтын Шаншардың тұқымы болған. Шаншардың Нұрбике деген әйелінен туған. Ертіс-биден Мөшке, Бейтен, Шитен деген немерлер өрбейді. Бейтеннен Қантай, Тонтай, Тұрпан. Ал Тұрпаннан сенің анаң Ұлжан мен Молғара анаң дүниеге келген. Ұлжанның әкесімен бірге туысқан ағалары Қонтай, Тонтай, қалжыңбас адамдар болған. Белгілі мысқылшыл, тапқыш күлдіргілер болған. Жаңағы сары жігіттер Шаншардың уыты әзіліне ілігіп, ішіне кек тұтып жүрген болар аусы. Құлыным, астайын болғанша, қонақтармен жүздескенше біраз сенің нағашыларың туралы әңгіме батырсаға? Әже, ол кісілерден тараған ысқақ сөз бар ма, әже? Құлыным, неге болмасын? Көп қой құлыным. Тонтай нағашың ертеде бір сырқаттанып жатқанында немерелері шүкіртуге, емдеуге молда шақырмақ болған екен. Сонда жаңағы нағашың айтқан екен. Өзі таза жазыла қожа молдадан да ұят болды. Енді өлмек болмас деп, қос қолымен бетін жауып, о дүниелік болып кетіпті дейді. Сондай артында қалған сықақ сөздері бартын. Әже, сіз болмасаңыз аңыз әңгіме, ертегі, шешендердің сөздерін маған кім айтып берер еді? Сіз үйде жатқан алтын қазынасыз ғой. Қоңыр қозым-ау менің, телғарам-ау. Осы менің айтқан әрбір ақылымды, әрбір кеңесімді жадыңда сақта. Өз бағыңыздың қара қамыш емес, жалпы қазақ халқының жоғын жоқтайтын азамат болып өс. Қимақ құлағым менің. Қане ендеше, кәрі әжеңе жаттаған дастандарының бірін айтып бере қойшы. Кәрі әже, ас дайын болып қалды. Отауға жүріңіз. Әне телғарағымның. Қонақтарды күттірмей, ас дайын болса, отау үйге қартайын байық. Сенің демеп жүр болар. Әңгіменің дәмдісін, қымыздың балдысын сол жақтан айт отырып, әңгімемізді жалғастырамыз. Абайдың әжесі Зере Абайға халық қазынасын нәр беріп, бойына ізгілік шуағын сепкен, білімге итермелеген, ұлы ұстаз, тәлімгер ана.